Шымкенттен өзіңе сай мықтыға да болады тең чемпиондардың чемпион атағы біз сияқты жігіттерге қалайша бұйырмайды киелі тараздан арнайы келдік шапалақтайма тараз екінің киелі тараздан арнайы келдік шапалақтайма тараз екінің Астанам менің астанам, сені сүйіп өтемін, ал егер де сүймесең, басқа қалаға кетемін. Тараздың қызы жаныңде тұрғанда, бетінен сүйіп аласың, бетіңнен плотно ұрғанда, есіңнен танып қаласың. Менің атым Азамат, мен айтпасам кім табады? Менің атым Ерлан, менің атым Ерлан, менің атым Ерлан, менің атым Ерлан. Жоқ, олай емес. Сенің атың Ерлан, сенің атың Ерлан. Жоқ, оның аты Ерлан. Оның аты Ерлан. Неге кеттіңдер? Менің атым Азамат, мен айтпасам кім табады? Кешіріңіздер, құдаша сәл ішіп алды, кешіріңіздер. Жігіттер, жасық шаққа көз жүгіртетін болса, мен сол кезде көңіл күйім болмай жүрегім ауырады. Арман, неге көңіл күйің болмады сенің? Мен ата-анамның айтқанын тыңдамаппын, кішкентай кезімде ата-анамның айтқанын тыңдамаппын. Арман, сол кезде ата-анаң саған не айтып еді? Айтыптың ғой, мен тыңдамаппын соны. Алдарыңызда қыз бен жігіттің телефонмен сөйлесуі. Айгүл, Мен араған жоқпын ба? алло, Айгүл, Айта бер. сен ба? Я, мен не болды. Даусың жуан ғой сенің. Не болды, дай айта бер, не ғой Айгүл? Бәсе, Айгүл, не ғой екеуміз бүгіннен бастап жүрмей-ақ қояйықшы. Айгүл, қойып қойдың ба не? Жоқ, әзілдеп тұрмын. Зайыр, сен де әзілдеп тұрсың ба? Жоқ, ешкіммен қоя саған. Ерболат Құдайбергенов өзінің үйінде көрейік. Жаным, шай дайын. О, жаным, қайнап жатыр ыстық шайың. Шашынан бір іс кетші. Кетші. Астана қаласының гламурный қызы орманда жалғыз адасып кетіпті. Мама, көмектесетін адам бар ма? Я гламурная, көмектесетін адам бар ма? Сағат 3-те манекюрді жасап қойған көмектесетін адам бар ма маған? Гламур маған көмектесетін адам бар ма екен? О, қарындас, менің көмегім тимес пе екен? Түрі нормальный адам бар ма? Адайым адам бар ма? Бәрекелді, ондай болса, Астана қаласының қыздары Қазақстан футбол құрамасына қарсы ойнап, стенкада тұру үстінде көрейік. Қыздар, кішкене жай. Сол жаққа кішкене. Кешіріңдер, қыздар, мен кешіп қалдым, кешіріңдер. Ой, Айгүля, ылғи кешіп жүресің. Стауыттың клубына билет қылып. Ой, Айгүля, қойшы, тұрсай стенка ма? Пудра жағылған кішкене. Ой, Айгүля, не істеп атсың? Доп ішпеген кезде тұрмаден болсын. Айгүля, стенкада тұршы. Кімге қарсы ойнаватың? Ой, Қазақстан футбол құрамасымен. Кімге? Қазақстан футбол құрамасымен. Ашын тұра беріңдер, бәрі қисық демеді ғой. Ама жасың іздесе де? Ай, қыздың жасын сұрамайды балам. Көріңіз, екі бала шыбын өлтіру үстінде. Кеттік шыбын өтіріз. Арманымыз орындалды, шыбын өлтіру. Үркітіп жіберме. Ұстап алды. Құлап ма? Давай шешіндірейік. Не дейсің? Шешіндірейік. Шешіндірейік. Ма шешінді? Вечерге тартма. Мына домаш телефонын сұра. Қашым шоулары шешті. Аяғын қайразыңдар десей ма? Өткенде шешіндірген. Не дейсің? Шешіндірген. Шешіндірген бұл емес, ол маса еді оңбаған. Бұл шыбын. Көп кішкентай шыбынды бесіктен бершіп бара шыбын шешіндіреміз оңбаған. Жаным ашын жылама. Оңбаған арғара. Тамашын телефоның бар ма? Не? Ойнап отырмын. Сен үшін тамашын телефон бермей отыр оңбаған.
аяғын шалқайып жатыр ғой маған десе жүре маған қайтам дейді қайтпай құлап қалған жаяу барам дейді маған Көріңіз кавказдықтардың қой союы. Kızbен жігіттің телефонмен сөйлесуі. Айгүл! Туыл, дайын. Жаңа Айгүл болды, сөйлеғішін, түрін сөйлеғішін, сөйлегіш. Сәуле! Ау? Қалайсың? Жақсы өзің қалайсың? Ербол үйінде күшті отырыспау керек деп айтшы. Жынысында ма? Аяқ астынан барамаймын. Аяқ астынан тобықтың үстінен тізенің арасынан барамаймын, жынысында ма? Жоқ, достармен жиналдық, жолдастарым бәрін жиналдық, сыйлық бол. Келесі. Оның үстіне мен сыйлайтын сыйлығым жоқ. Сыйлық? Сәуле, қой сыйлық не болсын, өзің кел, өзің сыйлықсың ғой сен. Қызықсыңдар, кеше Мараттың үйінде сыйлық болдым. Бүгін Ерболдың үйінде. Ертең Жанардың үйінде сыйлық болатын шығармын. Оның үстіне мамам жібермейді мен. Мамам? Акас қоя тұрам деп болса. Алло, қызым, мама? Жылдам жетпейші бақта, қыздар жетпей тұр ғой. Алдарыңызда аңқау жігітпен аңқау қыздың интернеттен сөйлесуі. Қалай жағдай? Түсінбедім, тек. Жағдай қалай? Түсінбедім, екі, тек. Не істеватсың? Өзім сондай, тек. Не істеватсың? Апам әлі үйден келген жоқ, тек. Мен сен мамаң сұраған жоқпын ғой, тек. Мамам мазақтама, тек. Анекдот айтып берші, тек. Баяғыда орманда қоян жүріп келеді, шұңқырға түсіп кетіпті, тек. Сонымен, тек. Абайлап жүрмей ма, тек. Қызық қой, анекдоты қызық қой. Түсінбедім, тек. Өзіңде дым жоқ қой, тек. Мен бір анекдот айтайын. Бір баланың аяқ 40 жазмыр болғанға, базарға барып 40 жазын туфли кисе аяғына тура келіпті. Тек. Сонымен, тек. Сөйтсе ол тарағымен беріпті, тек. Басқа анекдоттарың жоқ па, тек. Бір бала базарға барып, нан алмаймын. Мама үйіне келсе, мама, нан әкелмесін, молодец депті. Сөйтсе ар жағында папасы не болды десе, ештеңе. Ай, прикольчик, тек. Өзің шашын тұрып кеткен тек. Ішің түсіп кетті ойым соған қарағанда, тек. Бір жақсы әңгіме айтшы, тек. Қазақстан футбол құрамасы бар емес па, солар, тек. Басқа әңгіме айтшы, тек. Мысалы, сен үйіңде ешкі бар ма, тек? Ешкі? Оны не қылайын дедің, тек. Келін киносын көр, сосын түсінесің, тек. Не істеватсың, тек? Келін киносын көріп жатырмын, тек. Бәсе түрін ешке ұқсап кетті, тек. Кешіріңіздер, құдаша мен болып қалдым. Жігіттер, бүгін чемпиондардың чемпионы. Барлық командалар мықты дайындалған. Барлық командалардың әзілдері мықты. Барлық командалардың әзілдері мықты. Сондықтан белгісіз кім бүгін чемпион. Тараз етін. Шығу